Тоқтар Жақаштың Facebook парақшасынан алынған ақпарат. Масқара. Осы аудио шеберлікпен сурет арқылы хабарласыңыз. Әңгіме ауқатына қарама қайшылықты Сергіжанды қақпанға айналдыру, Барбаросса жұмысты жақсарту деп аталады. WhatsApp-тан арнайы құжаттарға қол жеткізу. Бұл не сұмдық? Ең бастысы Сергіжанды соттату рәсімі болып тұр ма? Мұндай мақалаларды жаза берсін. Бұндай мақалаларды олар жазған сайын бар ғой, анан құдыққа қарай итере береді. Құдыққа қарай. Білесіңдер ғой, біздің жерлік қазақтардың біраз шертарлау екен. Мына өте алдыға шығып кетсе, аяғынан чала салады. Жаза берсін. Құдияр Біләл де бар. Өздерінің жазған мақаласының көшірмесін астына лақтырып қойыпты. Ана Фейсбукта кешеден бері бір Қуандық Чамақай, Ақмарал Құнанбай деген бір топ жартыбастар қайта ұқтырып тұр. Соларды аямай сабасаңдаршы. Астына бір жаз қойдым, осы жердегі өзің сенесің бе деп. Ой, жігіттер, топты тарқатқандарың енді дұрыс бола қойған жоқ. Әлде біраз ойлану керек еді, біраз сараптау керек еді. Менше болғанда Сергіжанды жеңуге болады. Сергіжанды жеңетін жол екеу. Бірі Серік айтып отырғандай, оның өз кәсібі сол. Енді осыған бір кәсіптес табу керек те, осы Сергіжан түрмедегілерді құтқарамыз десе, ендігі іс біз Қытайдағы барлық қазақты құтқарамыз деген осындай ұранменен айналамызға жаңағындай үлкен білікті адамдарды, ағаларды тартсақ, бұнымен бір жеңістік алуға болады. Екінші біреуі Сергіжанды сол мақтаған беті күн көсімнен асырып, Назарбаевтан асырып, Мұхаммед пайғамбардан асырып мақтау керек. Осы арқылы бір жағымсыз образ қалыптастыру керек. Осы арқылы жергілікті күштерге сүйену арқылы оны аяғын шатқаяқтатуға болады. Осы екі жолдан басқа жол қалған жоқ, жігіттер. Өй, Бақтияр аға, оларға сөз өтпейді, шетінен көп кеттір. Сәулеш Қоңырбаева бар, Сылбыртау бар. Қуандыққа вообще сөз өтпейді оған. Ассаламағалейкум, жігіттер, қалайсыңдар? Денсаулықтарың жақсы ма? Жасырал деген Фейсбукқа шығарып жатыр. Енді Шақанов деген саясатта жоқ адам, соны пайдаланып кетіп жатыр деп. Енді жан ашса Сергіжанға келіп жұмыс істесін деп, біздің оралма мәселесін осылар көтерсін деп, Сергіжан айтатынын айтты, орнын берді деп көпіп жатыр. Енді сұмдық бұл енді. Бұны төмендетеміз деп қайтадан рейтингін көтеріп алдық па, білмей қалдық па.